Сонда бұл өмірдің қызыл іңірі ме? Соңғы рет алаулай түсіп, көкірегіңде көп арман оятты батар күндей байып, сөнуге жақындаған мезгіл ме? Апырай, өмір шіркінде қызық-ау. Ерекең 3-ші күні 5 шамасында сары тонын желбегей жамылып сыртқа шықты. Жарық дүниенің жап-жарық сәулесі көзін қарықтырып, біразға дейін жанарын жасытты. Сол күні күн жылынып, қар еріген еді. Бұғат-бұғаттардан сорғалап тамшы тамып тұрған. Қыстың қаһары қайтып, көктем туып келеді. 1-2 күннің ішінде биік жоталардың бүйірі қараяды. Ерекең алыс қырқаларға көз тастап тұрып, жас көгі жаңа тебіндеп келе жатқан кең даланы, жас қозының маңыраған үнін сағынды. Биыл көктемде күтпеген жерден Гүлзат әпкемнің күйеуімен ажырасқанын естіп, көңілсіз сапарға шықтым. Ондай оқиғадан соң әрине әпкем жалғызсырап жүдеп қалғандай көрінді. Ет бауырым елжіреп, оның қазіргі қам көңіл кейпін, мұң торыған жүзін әлсін көз алдыма елестетемін. Жүрегім сыздап қоя берді. Қайран әпкем. Көз жасын көлденең көк аттыға көрсеткісі келмей оңашада сығымдап алып жүрау деймін. Оның қасында біреуміз қалайда сүйеніш болып жүруіміз керек. Әйтпесе бір әке бір шешеден туған бауыр екендігіміздің құны көк тиын емес пе? Шындығында біздің әулетіміз бір беткей, сырт көзге болаттай берік көрінгенмен іштей тез мүжілуге бейім, сыр бермей жүріп сынатын қасиетпен уызданған. Тіпті өзгені былай қойғанда қарахан басымызға түскен қайғыны өзімізден де жасыратын қырсық мінезіміз бар. Әпкем өзі жайында бізге тіс жарып хабар айтпапты. Егіліп отырып қатта жазбаған, көз жасын көл қылып үйге де қайтып келмеген. Үн-түнсіз іштей тынып қалған. Әйтсе де мынау өкінішті жалғанның жұмбағына шек жоқ. Біздің осы қиындыққа төзімді, тіс жармас тұйық мінезімізге орай қайғы қасірет атаулыға мүлде өш қиын қыстау сәтте іркілмей қол ұшын созуға әзір ыстық жүрек, нәзік көңіл сыйлапты. Әпкем жайында сол жақтан келген әлде біреуден ести сала, қанатыммен су тасыған қарлығаштай алып ұшып келе жатқан түрім мынау. Шындап келгенде дәл қазір оған мен қандай көмек бере алатынмын? Қолымнан не келеді? Нендей мақсатпен жолға шықтым? Ол жағын әлі ойлағанда жоқпын. Әйтеуір кідірмей тез жетуім керек сияқты. Біз таң алдында мінген самолет 2 сағаттан соң Шым қаланың аэропортына қонуға бет алды. Стюардессалардың үні саңқылдап, облыс орталығы болып саналатын бұл қаланың қашан, қай ғасырда дүниеге келгенін, қалай өсіп өркендегенін, қанша халық тұратынын, қандай мәдени орындар бар екенін айта жөнелді. Бұдан біраз жыл бұрын Шым қалада үлкен 7 завод бар екені, ірі өндіріс орталығы болып табылғандығы да мақтанышпен айтылушы еді. Неге екені стюардесса бұл жолы олар жайлы тіс жармады. Сыртта өкпек жел соғып тұр екен. Күн бұлтты. Жылы самолеттен шыққандікі ме? Бойым тітіркеніп тоңа бастағандай болдым. Етек жеңімді қымтана түсіп қалаға жүретін автобустың аялдамасына қарай аяңдап келемін. Бұрындары аэропортта жезде мені өзінің жекеменшік көлігімен күтіп алатын. Жарқылдап күліп көрісіп, қуана қауышып жататынбыз. Бала мінезді ақ көңіл, адал әрі жайдары жан сияқты еді ол. Туған ағамдай болып кетіп еді.
ойыма тағы да әпкем оралды. Жеңіл машинасы да ондай жездесі де құрсын, дедім іштей аялдамаға жете бере. Бірдеме етіп өзім жетермін, жол машинаға мінермін. Қиналармын, жол азабын тартармын, тек әйтеуір тезірек жетсем болғаны. Шымқаланың мойнын көкке созған 7 заводы ыстап тастағандай, аспандағы алба-жұлба бұлттар лас, кір қожалақ болып көрінеді. Ауа тарылып кеткендей, газ ба түтін бе бір нәрсе еңсеңді езіп тынысыңды ауырлатады. Апам ылғи да, ниетің түзу болса, сапарың оң болады деп отырушы еді. Сол айтқаны рас па деймін. Автовокзалда тұп-тура Қызылордаға жүретін автобусқа тап бола кеттім. Әне міне дегенше қала сыртындағы даңғыл жолға шығып алған соң, көгілдір белдеулі автобус кең даланы көрген соң тынысы ашылғандай, бауырын жазып жүйткей жөнелді. Қызылорда сонау бір, қызыл дала сонау бір қиян, сусыз шөлейт даладағы алақандай ғана ауыл. Жазы аптап ыстық, қысы қақарлы суық болады ол жақтың. Әпкемдер институттан соң жолдамамен келіп еді. Біз шөлейт далаға қарай ұзаған сайын көк жүзі ашылып, жуылған шыныдай мөлдіреп күн көзі жарқырап көріне бастады. Жолдың ескі жағындағы көкорай шалғындардың арасынан сан алуан құстар сайрап, кейде тіпті мотордың бір қалыпты гүрілін де естіртпей жібереді. Не болды сендерге? Неге келісе алмадыңдар? Деймін мен әпкем мен жездеме ойша сауал қойып. Екеуің өте тату-тәтті тұрушы едіңдер. Сөйтіп қосылып едіңдер ғой. Неге үндемейсіңдер? Қандай жұмбақ сыр бар сендерде? Естеріңде ме? Екеуің үйленген күн. Ал менің есімде мәңгі ұмытылмастай жатталып қалған. Тойларың тамаша өтті ғой. Әпкем қандай сұлу еді сонда. Жезде, сен де жігіттің сұлтаны едің. Біз сені бір көруге ынтығып, үйдің жанына келіп тоқтаған. Машинадан түскен бір топ жігіттерге ұяла қарағанымызда өзіңді солардың арасынан бірден танығанбыз. Сол сен екеніңді көңілімізбен сезгенбіз. Өйткені сен бір түрлі біздің үйдің адамына ұқсайтынсың. Енді міне қалайша өзгеріп кеттіңдер. Тіпті сен алмай келемін ғой. Өтірік болса екен, өтірік болып шықса екен. Кенет жүрегім лүпілдеп қазір Қызылордаға жеткенде бір қуанышқа кенелердей көңілім алабұртып кетеді. Өй Жәкіш, келетініңді неге айтпадың деп жездем алдымнан күлімдеп шыға келердей болады. Бірақ артынша мұның өзі жылай-жылай көз жасы таусылып ішкі шерін бір сарқып алған жанның елегзіген көңілі сияқты алдамшы азғантай ғана үміт екенін ойлап тұнжырап қаламын. Күн сәскеге көтерілгенде Қызылорданың төбесі де көрінді. Әне, анау төменде шашырап жатқан шағын ауылда менің әпкем тұрады. Ол қазір не істеп жүр екен? Қандай күйде екен? Ендігі өмірі жайында не ойлайды? Әпкем расында да жүдеп қалыпты. Ақ құба жүзінің ажары солғын тартып, көзінің алдын мұң кіреукелеп, жанары боталып үлкейе түскен. Жүріс тұрысында, мінез құлқында бір түрлі сабырлы, салмақты күй пайда болыпты. Менің келгеніме қуанып құшақтап бетімнен сүйіп амандасқан соң, апам жіберді ме деп сұрады сәл мұңайып. Жоқ, өзім келдім дедім мен де сабыр сақтауға тырысып. Содан соң өз жайынан хабардар екенімді білсін деп, үйдегілер әлі естіген жоқ деп қойдым. Әпкемнің шағын ғана 2 бөлмелі үйі мұнтаздай таза, кішкентай қыздың қуыршақ ойнағандай
тұп-тұйнақтай. Әр зат өз орнында жалтырап тұр. Ол әпкемнің ұқыптылығынан ғана емес, бұл үйдегі заттарды шашып, бүлдіріп ойнайтын баланың жоқтығынан. Неге екенін қайдан білейін? Жездем екеуі бас қосқалы бірталай уақыт. Жыл өтсе де, әлі күнге нәрестелі болған еместі. Ол үй ішінің жағдайын менің институттағы сабағымды сұрай жүріп шай әзірледі. Мен қысқа ғана жауап қатып отырдым. Жездем жайында сұрағым келсе де бір түрлі батылым жетпеді. Ол енді бізге бөтен адам. Тіпті жау болып кетуі де мүмкін. Ал әпкемнің өзі бұл үйде ешқандай өзгеріс болмағандай, баяғыдан бері тап осылай жалғыз тұрып келе жатқандай сабырлы, қалпын сақтап ол туралы ештеңе айтпады. Шай ішіліп болған соң сыртқа шығып, ауланың ішінде біраз ойланып отырдым. Есік алдындағы бақанға керулі жіпке жаюлы тұрған ер кісінің көйлегі, сәкінің астында жатқан ескі аяқ киім, темір қақпалы гараж, тіпті жаңбырлы күні түскен машинаның ізі де жездемді жиі еске салып қояды. Оның бір жола кетіп қалғанына бір түрлі сенгім келмейді. Адамдар қызығау, осы қазіргі мынау көңілсіз үйдің бір кездегі иесі Досбол жездем аяқ астынан құбылып шыға келеді деп кім ойлаған? Өз ошағын сүйіп қосылған жарын, бауыр басып қалған ауыл мен ауласын көзі қиып қалай тастап кетті екен? Ол осында жүргенде бәрі басқаша еді. Шынын айту керек. Жездем мені өзінің туған інісінен кем көрмейтін. Біз қонаққа келген сайын жаны қалмай елпелектеп құрақ ұшып тұратын. Бұдан кішірек кезімде бала сияқты кейде өзі де бірге ойнап кетуші еді. Енді міне бәрі де көптеген жерден өзгере қалады екен-ау. Адамдар осы неге айырылысады деп ойлаймын мен. Өмірде жолымыз бір, кеудеде жанымыз бір дейтін достар неге өкпелесіп, ат құйрығын кесіп кетіп жатады? Тіршілігіміз бен тірлігіміз ортақ дейтін ерлі зайыптылар неге екіге жарылды? Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда жалғыз-ақ берілер, жалғанда аяқ астынан адаса салу оңай болғаны ма? Кім не ұтпақ сонымен? Әне, ауылдың айналасы түгел құлпырып, көкорай шалғын қол бұлғап тербеліп тұр. 30-дың үстіне жаңа шыққан жап-жас әпкемнің қайғылы тағдырына қам көңіл тіршілігінен наразылық білдіріп, оны аялап жұбатқым келгендей. Жастық шақты қайтадан жырлатқысы келгендей, бірақ әпкем оған жұбан ала ма? Жездем жоқ қой. Кешқұрым әпкем екеуміз терезенің тұсындағы сәкіге отырып ұзақ сырластық. Күндізгі оттай ыстық демнің беті қайтып, жазғы даланың кең тынысы қоңыр салқын шағы қанат жайған, саумал қымыз секілді сабат ауамен тыныстаған рахат. Деміңді ішіңе тартып алып, ақырын ғана күрсініп қойсаң, іштегі қайғың да аздап сейілгендей болады. Ол кетіп қалды деп әпкем мұңайып, кінәлі жандай жабырқап, төмен қарап отырды да, сосын жанарын сонау алыста биік шыңдардың ұшына ғана мұнартып көрініп тұрған қос молаға қадады. Жақында 1 жыл болады. 1 жыл жездемнің кеткеніне ме? Иә, бұл өзі бұдан біраз жыл бұрын басталған оқиға еді ғой. Жәкіш, енді сен жас бала емессің, түсінетін шығарсың. Біздің осы кезге шейін баламыз болмады. Енді болмайды да. Сол үшін осындай шешімге келдік. Ол қазір анау тау жақтағы ауылда тұрады, үйленген. Бір қызы бар, аты Аңсар. Тамағыма өксік тіреліп, көзіме жас толып қалды. Тынысым тарылып, құлағым шыңылдағандай болды. 1 жыл, япыр-ау, 1 жыл бойы бізге айтпай жалғыз тұрып келесің бе? Бұл не? Қаталдық па, тәкаппарлық па? Не сонда?
Кім үшін, не үшін азапқа салған Құдай-ау? Әпкем өзіміздің үйге қайтайықшы, жүрші. Үнім әзер шықты. Ол мұңая күлімсіреді. Мен осы ауылға үйреніп қалыппын, Жәкіш. Бір түрлі қимаймын. Қимайтын несі қалды? Енді менің даусым шаңқылдап ащы шыға бастады. Жападан жалғыз не істейсің мұнда? Ауылға жүр. Кетеміз әпке. Қызықсың, Жәкіш. Әпкемнің үні соншалықты сабырлы шықты. Менің ең бір қимас күндерім осында өтті ғой. Сол үшін де ыстық маған. Әрі Жездең де кетпеші деп өтініп еді. Жездең, оның қандай қақсы бар? Солай, Жәкіш, саған әлі көп нәрсені айтып түсіндіре алмай отырмын-ау. Қалаға барып дәрігерге көрініп келген соң, алғаш рет оған өз бақытыңды іздеп тап деп өзім айтқанмын. Содан соң 4 жыл бірге тұрмыс құрдық. Бір күні ол үйге тұнжырап келді де, егер сен ренжімесең екеуміз бөлек өмір сүріп көрейік деді. Мен оның басқа біреумен көңіл қосып келгенін сездім. Жүрегім су ете түсті. Жол айрыққа жетіп қалғанымызды түсіндім. Іштей сол күнге дайынмын. Берік бекіндім деп жүрсем де төбемнен жай түскендей болды. Жапатын түзде елсіз құла далада қалып бара жатқандай өзегім өртенді. Бірақ мен оның бақытты болуын, перзент сүюін шын жүрекпен тілеп едім ғой. Иә, менің кінәмнан ол неге бақытсыз болуға тиіс? Бала сүю тағдыр жазбаса, әу бастақ менің маңдайыма жазған екен. Оның кінәсі не? Сосын киімдерін өзім реттеп чемоданға сала бастадым. Оның алыс жаққа кететінін жүрегім сезді. Ал ол менің қимылымнан көз жазбай қарап тұрып, бір өтінішім қажет десең, өмірлік тілегім бар, соны орындаймын деп уәде бересің бе? Өз қолыңда деп тұрған еді. Сөйтіп Жездең соңғы тілегін қабыл алдым. Бұл ауылдан ешқайда кетпеші. Қайда жүрсем де менің үйім осы деп еді ол. Солай, Жәкіш. Кетеміз әпке дедім, мен оған үнгім келмей. Әпкем осы сот темір торда еріксіз қамалып отырған бейкүнә құсқа ұқсап кетті. Жездеме жыным келді. Іштей ызаланып. Адам деп жүрсем, жарайды, Жәкіш деді әпкем. Үйге кірейік, маған төсекті сыртқа сәкінің үстіне салып беруін өтіндім. Өзімнен өзім оңаша жатып ойланғым келді. Сарапқа салып көрмекпін бәрінде. Жол соғып шаршаған екенмін. Жастыққа басым тиісімен көзім жұмыла бастады. Әпкемнің болашақ тағдыры туралы ойымды жинақтай алмадым. Жібек жіптей қайта-қайта сусып кете берді. Түннің бір жарымында үйдің жанына гүрілдеп келіп тоқтаған машинаның даусынан ояндым. Жарығы үйдің терезесіне шағылысып өтті де жылдам сөнді. Әпкем ояу жатқан ба, әлде ұйқысы сергек пе, әйтеуір іле-шала есік ашылып сыртқа шықты. Неғып тұрсың? Ішке кір деді. Келген адамға ақырын ғана үн қатып. Бейуақта жүрген бұл кім өзі? Жездем ғой, иә сол. Соның өзі. Ұйқылы ояу не істерімді білмей біраз жаттым. Ауыз үйдің шамы жанды. Терезеден қиғаштап жарық түсті. Түнгі дала тым-тырыс. Айналаға қою тыныштық үйіп қалған. Күндізгі әнші құстар ұйықтап жатыр-ау қазір. Жәкіш келді ғой деген әпкемнің үні естілді. Терезенің жел көзі ашық екен. Дауысы ап-анық жетті. Қашан деді Жездем. Қайда өзі? Бүгін келді, сыртта ұйықтап жатыр. Иә, өзің қайдан түнделетіп жүрсің? Ана жақтан келе жатырмын. Оның үні бір түрлі солғын шықты. Жайшылық па? Ол үндемеді. Әпкем шай қояйын ба деп сұрады. Жоқ, бір керсе айран ішейін. Үйдің айранын сағындым деді. Әпкем ас үйден айран құйып әкелген болу керек. Сүт пісірім уақыттан соң. Тәттісін-ай деген дауыстың естілді оның. Бал татиды. Айтшы, не болды? Ол кетіп қалды. Тағы да ренжісіп қалдыңдар ма? Сәл нәрсеге бола бұлқан-тұлқан болып, жас емес пе?
Сен сабырлы болсаңшы. Шаршадым, тіпті әбден басым қатты. Анау күні осыдан келіп қайттым ғой. Содан бері оң қабағы ашылмай жүрген. Ақыры тынды. Шынымды айтсам бойым жеңілдеп қалды. Аңсарды алып кетті ме? Иә, кетсе жолы болсын. Қой әрі. Өйтіп жаман ырым бастамашы. Әлі-ақ татуласып кетесіңдер. Өзің барып кешірім сұра одан да. Кешірім сұрайтындай не жазыппын? Қызғанды ғой. Оған оңай тиіп жүрме. Келмей-ақ қойшы осында. Не бар дейсің мұнда? Сол баяғы өзің көрген тіршілік дағды. Келме дегенше өл десеңші маған. Түу, саған не болған өзі? Аңсарды айтшы. Онан да қалай саған ұқсай ма? Қасы көзі аузы мұрны аумаған өзім. Тура түк көшірмем десейші. Әпкем сыңғырлап күлді. Жездем де жымиып қойдау деп ойладым. Мен сыртта жатып. Жәкіш біздің жағдайымызды біле ме деп сұрады ол. Естіген ғой, Гүлзат, мен осы қайтып келсем қайтеді? Қызықсың ау дос бол. Ұмыта алсаң мені ұмыт, ал Аңсарды әкесіз тастама, күнәсіз нәрестені бақытсыз етпе. Екі оттың ортасына қалғандай мынау. Ол терең күрсініп қойды. Күлеме өзі қылығы шыға бастады ма деп әпкем. Кімді айтасың? Аңсарды ма? Я, күледі. Сол үшін ғана бірге өмір сүріп жатқандаймыз. Әйтпесе бір-бірімізге мүлде бөлек жандармыз. Содан соң екеуі көпке дейін үнсіз қалды. Япырай, бұл не деп ойландым мен іштей таң қалып. Үнді фильміндегідей елжіреулік махаббат драмасы ма әлде? Жездемнің дәл бүгін мен келген күні түнделетіп жүруі қызық еді. Бір түрлі түсініксіз кездейсоқтық болатын. Я, кездейсоқтық. Жоқ, олай емес, кездейсоқтық емес. Бұл өзі өмірдің тылсым, түсініксіз құпия заңдылығы. Міне тағдыры талайы қиын, жолы ауыр екі жан бір-біріне кіршіксіз адал көңілмен сыр ақтарып отыр. Ал мұндай кәусар шындыққа әйтеуір кімде болса да тілектес бір жан куә болуға тиіс қой. Я, мен куәмін. Әпкем мен жездемнің арасында мынау құпия нәзік сырдың, кәусар шындықтың куәсімін. Сол үшін де осы бір адал арманға толы жас жүректің қайғысын әке-шешеме, бауырларыма, тіпті көлденең көк атты ащы мысқылдап күлуі үшін жалпы жұртқа да қаз қалпында таза күйінде жеткізу менің міндетім секілді. Бірақ қалай қайтып жеткізе аламын? Мүмкін бұл сырды ешкімге айтудың да қажеті жоқ болар. Ерте ме кеш пе елдің өзі-ақ түсінер. Әркімде ақ көз бар, көңіл бар ғой. Тіпті мынау шытырман шырғалаңы көп, сыры жұмбақ, жарық дүниеге жалғыз-ақ рет келер адам болсаң, асыл парызыңның бір де сол түсіну емес пе? Енді қайтқаның жөн болар деген әпкем әлден соң барып Аңсар екеуін алып қайт. Бұл жаққа бұдан бұлай келмей-ақ қой. Мен саған ризамын дос бол. Не болып барады бұл дүние, деді ол қатты торығып. Сосын әпкемнің иығынан құшақтап бетінен сүйді-ау деймін. Жарайды, болды. Бара ғой деген әпкемнің жалынышты үнін естіп. Аңсарға арнап көйлек тігіп ем. Өзімде қалсын. Сендер ренжіспеңдер. Жездем сыртқа шығып Сәкінің жанына таяп келді де ақырын ғана менің шашымнан сипады. Мен түк сезбегендей болып жата бердім. Сәлден соң түнгі даланың қара торғын пердесін машина жарығы қақтылып тас жолдың бойымен ұзап бара жатты. Ол кеткен соң әпкем үйге кіріп солқылдап жылады. Менің жүрегім шымырлап, оған жаным ашыды. Аңсарға өзі өмірінде көрмеген кішкентай Аңсарға арнап тіккен көйлегін кеудесіне басып жылады-ау деймін. Жанына барып жұбатқым келді, бірақ неге екенін өзім де білмеймін. Олай ете алмадым, бір түрлі ыңғайсыз көрдім. Өмір дегенің таусылмайтын жұмбағы өзі. Жездем не ойлап барады екен?
ертең әпкем екеуміз не істейміз? Ауылға бірге қайтамыз ба? Менің мүлде ұйқым қашып кетті. Әпкем көпке дейін өксіп жатты.